Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай өте дәмді жылдам пицца жасаймыз лаваштан. Дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер. Өте оңай, маған подписка жасап, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Міне бірінші лавашымызды осылай кесіп аламыз. Кеспей қып. Көресіздер ғой енді қалай екен. Менде осыншалықты лаваш шықты. Бүкіл затымызды дайындап кесіп аламыз. Помидор, колбаса, жақсылап кесіп аламыз. Сыр, ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Сонымен қатар жұмыртқа керек бізге. Жұмыртқа. Мінекейіңіздер, біздің ірімшігіміз дайын. Енді табамызды қыздырып, үстіне осындай қолдың сары майын салдым мен. Сұйық майда болады. Міне лавашымды салып, астын азайтамыз. Астын 2-ге қоясыздар, 2-3-ке қоясыздар. Колбасамызды саламыз, помидорымызды саламыз. Ірімшігімізді саламыз. Ірімшігімізді саламыз. Енді осының үстіне жұмыртқамызды құямыз. Жұмыртқаға, менде 4 жұмыртқа, тұз, бұрыш қостым, қосап араластым. Үстіне құямыз да, бетін жауып, бес 10 минут күтеміз. Міне пиццамыз дайын. Астына аз қойыңыздар, күйіп кетпесін. Өте дәмді шықты. Дайындап көріңіздер. Үй іштеріңізге дайындап беріңіздер.